Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге папа рулеттің рецептін ұсынатын боламыз. Оған керекті тағамдар жұмыртқа, жүгері ұны, қант алмастырғыш, қамыр қопсытқыш. Ең алдымен жұмыртқамызды жарып салып аламыз. Оның үстіне қант алмастырғышымызды саламыз. Жақсылап миксерлеп аламыз, біркелкі массасы болғанша. Массамыз осындай болды, шамамен 3-4 минуттай араластырамыз. Жүгері ұнына қамыр қопсытқыш салып араластырып аламыз. Жұмыртқалы массамызға ұнымызды үстіне себелей отыра жайлап араластырамыз. Қамырымыз дайын болды. Тестімізді ыдысқа құйып аламыз. Енді 140 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Қамырымыз пісіп болғанша кремімізді дайындаймыз. Үшеуін ыдысымызға салып алып, миксерлейміз біркелкі масса болғанша. Креміміз дайын болды, енді холодильникке салып қоямыз. Бисквитіміз пісті, енді суығанын күтеміз. Қамырымыз суыды, менде қалың қамыр шықты, сондықтан жартысын бөліп алып тастаймыз. Астына салафан салып жайлап орайтын боламын. Қамырымыздың үстіне крем жағып, жайлап орайтын боламыз. Рулетіміз дайын болды, енді холодильникте 2 сағатқа жібереміз. Рулетіміздің үстін әсемдеу үшін мен глазурь дайындаймын. Оған қалған кремнен үстіне какао салып араластырамын. Кондитерлік мешоктың басын қиып тастап, дайындаған глазурьмызды үстіне құятын боламыз. Енді үстіне глазурьмызды құйып шығамыз. Глазурьмызды құйған соң тағы да 1 сағатқа холодильникке жібереміз.
Міне біздің жүгері ұнынан жасалған диеталық рулетіміз дайын болды. Өте дәмді шығады, жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер.